Bismillah, Rabbi zidna ilman. Аллах Тағала білімімізді арттырсын деп араб тілін енді жалғастырайық. Бұл қазіргі менің сабағым араб тілінің әріптерін білетін, оқи алатын студенттерге арналған. Егер әріптерді білмесеңіз, жауап кете берулеріңізге болады. Ал енді бұл кітап Қисасун набийин лил атфал, пайғамбарлардың тарихы, өмірбаяны, оқиғалары балалар үшін. Бұл кітапты жазған Абул Хасан Али Хасани ан-Надауи деген кісі жазған екен. Аллах Тағала ол кісіден разы болсын, және ол бұл кітапты аударған кісілерге де Аллах Тағала разы болып, оларға екі дүниеде де жақсылық берсін. Әмин. Ол кісі кітапты интернеттен көшіріп алсаңыздар болады. Ендеше сол кітапты оқиық. Кез келген тілді үйренуде міндетті түрде көбірек оқуларыңыз керек сол тілде, және тыңдау керек. Сіздер бұны MP3-ға айналдырып алып, тыңдаңыздар міндетті түрде, тыңдап жүріңіздер. Мән кәсәрол аснам дейді. Мән деген кім? Кәсәро сындырды, ал аснам бұттарды сындырған кім? Мән кәсәрол аснам. Бә'i деген сату, бә'i деген сатушы. Бә'i'ул аснам, бұттарды сатушы дейді. Аудармасы. Қабля айямин кәсиро, қабля айямин кәсиро, айям, яумун деген жекешелер, күн, айям, күндер, көп күндерден бұрын, кәсиратин жидден, өте көп уақыттардан бұрын дейді. Жиддан деген өте, кәсиро көп, өте көп уақыттардан бұрын, өте бұрынғы заманда деген мағынада ғой. Мен жеке әрбір сөзге тоқталып кетіп жатырмын. Сіздер жаттауларыңыз үшін, сөздік қорларыңыз көбеюі үшін. Кәна еді деген мағынада. Кәна фи қария ражулун машхурун жиддан. Қария деген ауыл. Фи деген ішінде. Ауылдың ішінде деген аударма береді. Ауылда өте, жиддан деген өте, машхур атақты кісі бар еді дейді. Уәкәна исму хазар ражул азар. Және, уә деген және ол, хаза деген ол деген мағынада кеп тұр. Негізгі аудармасы бұл. Ол кісінің аты, исм деген есім аты, азар еді дейді. Уәкәна азару яби'ул аснам. Және ол азар бұттарды сататын еді. Аснам деген бұт. Яби'у ол қазір сатып жатыр деген мағынада, ол сататын. Енді кәна келгендіктен бұрынғы өткен шақпен айтылып жатыр, ол сататын еді. Ағылшын тілінде бұл past continuous пен келеді. Кеттігенше. Уәкәна фи хазихил қария. Және сол ауылда, қария ауылда, байтун, ол ауылда үй бар еді. Байтун кабирун жиддан. Жиддан өте үлкен үй. Уәкәна фи хазихил байт. Байт деп те тоқтауға болады, егер нүкте болатын болса, жалғастықтан болса, егер уәкәна фи хазихил байти аснам. Және ол үйдің ішінде бұттар бар еді. Аснаму кәсиро жиддан. Өте көп бұттар бар еді дейді. Уәкәна насу ясджудун ли хазихил аснам. Және нас деген адамдар, бір ғана адам, инсан. Адамдар сол бұтқа ясджудун, сәжде етуші еді дейді. Яғни сол бұтқа құлшылық жасаушы еді, табынушы еді. Уәкәна азару, яғни жерден азар деп оқып отырмын, себебі алифтің үстіндегі ирелең белгі ол кішкене созуды білдіреді.
وكان آزار يسجد لهذه الأصنام. және Азар сол бұтқа табынушы еді. وكان آزار يعبد هذه الأصنام. мына жерде ясжуду деген сәжде етуші еді. Енді жалпы аудармасы жалпы алғанда табынушы еді. Және яабуду деген аудармасы ғибадат, араб тіліндегі ғибада деген сөз, қазақ тіліндегі ғибадат деген мағынада. Азар сол бұттарға, аснам деген сол бұттарға ғибадат ететін еді дейді. Бірінші бөлім осыменен тоқталайық, осыны бірнеше рет тыңдаңыздар. Келесі екінші бөлімде кездескенше.